Прическа Adidas. Оқушыларға арналған, директорға арналған. Сушидан жасалған пицца. Бір зат сынса, бұл затты ұстап тұрған ағаш сынуы мүмкін. Бұл суретте не жасырылған? 3, 2, 1. Бассейн. Россиядағы жаңалықтар. Бірінші партадағы оқушылар және соңғы партадағы оқушылар. Өлімге 1 секунд қалды. Мамаңа 12 рет жауап бермеген кезде сен өлімді. Түнгі сағат 2-де екі үндіс қалай бассейн салып отырғанын көріп отырсың. Ойындарды читпен ойнаған кезде. Мектептің барлық мағынасы. Дайындалып келген кезде қанша сұрасаң да тақтаға шығармайды. Дайындалмай келген кезде сенен бірінші болып сұрайды. Үй жұмысын үйде жасау, үй жұмысын мұғалім үй жұмысын тексеріп жатқан кезде жасау. Адамдар екіге бөлінеді. Біріншісі гүлдің иісін жақсы көретіндер, екіншісі бензиннің, красканың, бетонның иісін жақсы. Басыңа бас қосылсын. Бәрі балаларға арналып жасалған. Терінің түсі жыл мезгіліне байланысты қалай өзгереді? Айлық алған күні және айдың соңында. Жолдағы сызыққа ылғи сене беруге болмайды. Мамаң мектепке бармай қойсаң болады деген кезде. Бұндай қызыл телпекке Қасқардың өзі таңғалып қалған. Номер сатып алдым, ауысқанына көлік берді. Қазақтың тойына ешкім кешікпей келген кезде. Өзіңде проблема көп деп санасаң, мынаны көр. Әжесі өте риза. Қазақтар қойды құтқарған кезде айнымайды. Тура өзі. Тренермен точно анықтаймын ба? Өзіме де соққысық болып тұр. Тәуекелге барған жігіт. Мешіт мысықты қуып бара жатқан иттен сұхбат алып тұрған кезде. Ол күні мен мас едім. Бәрі де қуанышты. Жаңа мода. Музыкасыз және музыкамен. Мына қызға обал болды. Қымбат шөпті жеп қойған бір үйір есек сотталып кетті. Қарбызды осылай жеу керек. Мектептегі туылған күн. Жиналған шаруалар, сосын істеймін және мен. Вентилятордың астында ұйықтап жатқан кезінде оны алып кетуге біреу келді. Планктонға тағы да бір көз берсе, ол мұңайып қалады екен. Мен инструкцияны оқығаннан кейін, әке, сен бұны дұрыс жасап жатқан жоқсың. Әкем, бұр-бұр, мен сені естіп тұрған жоқпын. Ама, сен менің ең сүйкім баламсың, және мен. Жаңадан кейінге көмектескің келсе, бірге істе. Қартқа көмектескің келсе, өзің істе. Шеберге көмектескің келсе, еш нәрсе істемей шетте тұр. Ақымаққа көмектескің келсе, өзің ақымақсың. Ойында 4 өліп қалған досың саған неге жеңбедің деп айқайлап жатқан кезде. Nokia өлмейді. Жаңа iPhone, мен су өткізбеймін. Ескі Nokia, ал мен цунамиға да қарсы тұра аламын. Микроволновкадан монитор істеген адам. Мына жазу түсінген жоқпын бірақ. 11 жастағы бала әкесімен ұрысып қалғаннан кейін оның кредиткасына ұрлап, Лос-Анджелестен Молдавияға көшіп кеткен. Әжем пісірген пицца. Мысықтардың логикасы. Түсініксіз. Оқу және мен. Оқуды құлатамын деп ойлап, өзі де бірге құлап кетеді.
басыңды кешке жуып оны кептірмей ұйықтап қалған кезде. Сөйтіп айнаға қарамай жұмысқа кеткен адам. Мама, мен мектепке барғым келмейді. Реммен де кел, қазір барғым келеді. Мамаң ата-аналар жиналысынан кейін келген кезде қош болыңдар. Ең атақты есеп кім сұралады? Соңғы сабақтың уақытында